Қыздар маған не үшін, неге, не қылып қойды деп жаза бермеңіздер. Просто так, егер танитын болсаңыздар, ол кісі туралы толық ақпарат немесе номері, инстаграм болса, міндетті түрде, даже фотосы болса, обязательно. Сол кезде ғана жазыңыздаршы, өтініш. Артық сұрақ керек емес. Мен ол кісіні тапқан жағдайда барлығын айтамын, не болғанын, не істегенін. Сол, в общем. Погода не болып кетті. Көктемге ұқсас болып жатыр маған. В общем, компьютерна келіп тастап кеткенмін. Сыртты қарайып, аққа ауыстыруға. Сол енді босап, үй жаққа қайтайын деп жатқан жайымыз бар енді. Кеш жарық ағайын бауырлар, бүгін райондамыз демалыста. Футбол ойнап ауызы шардың алдынан. Әдемі. Район мұшынап тұр. Қабыл болсын ағайын бауырлар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Сәтті де мәнді де өтсін, жаңалықтарды Алла қаласа айтатын боламын. Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Мен деген бүгін целый день макияжсыз жүріп, макияжым сам макияжбен түрінде сөйтіп үйге келе салып жасалдым. Негізі мен обычно магазинге, даже бассейнге барған кезде де макияжбен жүретінін білмеймін, маған андай макияжсыз жүрген бір түрлі көрінетін. Бірақ бүгін отырдым и көп комплименттер естідім ше. Қолдауларыңызға көп рахмет, салып жатқан видеоларыңызды, жазып жатқандарыңызды барлығын көріп жатырмын. Сол, қазір енді киноға бара жатырмын, ертең бізде демалыс. Негізі эфирға келгелі менің деген режим кәдімгідей түзелді, сағат 11-12-де жатып, таңғы 7-де тұрып жүрмін. Солай. Мана жақта мамам деген тамақ орып жатыр, базар. Манты жасап жатырмын балаларыма. Нан пісіріп жатырмын, домашний, едіш жақсы көреді мынандай лепешканы. Бұлар қыдырып қазір келді. Өзің жасап береді. Иә, қайын сіңлісі уборка жасап жатыр. Базар жоқ. Жан бақыттысың, е? Яқшы шіркін-ай. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Жаңбыр деген Алматыда керемет болып. Дүрсілдеп тұрып жанып тұрғаны бар, деген қалай кетті, жауып тұрғаны бар. Біз үй жақтамыз, короче. Солай. Бүгінгі аптаның басы дүйсенбі, бәріңізге сәтті болсын. Қайырлы күн, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Қазір қалаға шығып бара жатырмын. Далаға шығып көрейінші дедім, футболкамен шықсам жаурайын ба, жаурамайын ба деп сонымен балконға шықсам. Балконда ауырай деген футболкамен жаурайтындай болып тұр негізі. Қазір үстіме куртка киіп шығам, қазір қалаға тірліктермен шығам, потому что тірліктерім әлі бітірген жоқпын. И Құдай қаласа сіздерге тағы да жаңалықтар айтатын боламыз. Сол, көрген жандар Тима көлік алды. Шымкентте қазір жүр, бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз, уайымдап жатқан жандар екеуі айырылысып кеттіңдер ма деп. Жоқ, біз айырылысқан жоқпыз, бізде бәрі жақсы. Перекусить. Потому что мен қазір 1-2 сағатта шашымда отырамын, сол үшін тамақ ішпей қалам ба деп ойлап тұрмын да, и взяла, что мы себе перекусить Наполеон и кофе. Күндерің сәтті өтсін. Осында келдік енді. Біраз жұмыстар бар, бұйыртса, не бүгін, не ертең сіздерге бір өте керемет бір жақсы жаңалықпен бөлісемін. Ол сіздерге өте пайдасы зор нәрсе, маған да пайдасы зор нәрсе. Осым, отбасыларыңызбен сіздерге пайда беретін нәрсе. Бұйыртса, Алла қаласа, стористардың барлығын жібермей, қарап отырыңыздар. Ал мен кірдім ішке. Мен есікті тақылдатып кіріп келсем, інім отыр екен. Красавчик. Жасың қаншада? 12-де болып, нердің барлығын өз жүргізіп отырып екен. Молодец. Кеп таңғалып қалғансың ғой? Қайырлы кеш. Мен бүгін Алидан шыққаннан кейін, Али екеуміз келіскеннен кейін оқырмандарыма полный вопрос қойған болатынмын. Енді көбісі оқырмандардың арасында ойнат деп жатыр екен, бірақ та оқырмандардың арасында ойнататын болсам, талас болып кетейін деп тұр. Маған үйрет, неге маған емес деген сияқты. Сол үшін сіздерді ренжітпеу мақсатында мен өзімнің қарындасымды үйретейін деп шештім. Мүлдем гитарадан хабары жоқ. Жалпы мені әулетте
музыкант болған мен ғанамын. Мен ғана өлең айтқан мен, гитара аспап ойнаған мен, жалпы әулетімізде басқа менен басқа музыкант жоқ. Міне Тоғынайдың өзі куә. Қазір Тоғынайға гитараны қалай ұстау керек, және де қандай өлеңді үйретемін, полный нөлден бастап үйретіп, бір аптаның ішінде результат шығарып сіздерге көрсетемін деп шештім. Тоғынай келісті, с удовольствием қуана келісті, давай деп қуанып келісті үшін айтқан кезде. Қазір енді гитараны қалай ұстаймыз, қалай полный үшін нөлден бастап үйренуге дайынсың ғой? Иә, бірақ ұрысы жоқ.